өте ризамын қойшы болғаныма. Неге десеңіз, қойшы баққан деген ол пайғамбарларымыз қой баққан. Қойда береке бар. Осы бір Алла о деген осы қойдың арқасында дүние жүзінің 60% жерін араладым. Нұрболат шаруа қожалығы Түркістан облысының Бәйдібек ауданында орналасқан. Қожалық ет бағытындағы асыл тұқымды қой өсіруге маманданған 14 отбасын жұмыспен қамтып отыр. Мен Мұғалбаев Кенжәлі Есіркеұлы, Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Жеңғым ауылында дүниеге келгем. Үлкен отбасы, 11 ағайындымын, 7 ұл, 4 қыз. Қазіргі таңда осы Нұрболат шаруа қожалығын дөңгелетіп жатқан шаруагердің кәсіпкердің бірімін. Бұл шаруашылықты әкеміз 91 жылы осы шаруашылықты бастаған. Сол кісі өз өмірден өткеннен кейін 2008-ден бастап Мұғалбаев Нұрболат деген ағам бар, және өзім екеуміз қазір 20 жылдың төңірегі болып қалды. Осы шаруашылық жүріп жатқан жайымыз бар. Қожалықта Байсары деп аталатын ерекше қой тұқымы өсіріледі. Бұл жергілікті және шетелдік қой тұқымдарын будандастыру арқылы алынған Байсары қойы ыстыққа да суыққа да төзімділігімен және етінің сапасымен ерекшеленеді. Шаруашылықта 3000 бас қой болса, оның 1500 басы асыл тұқымды Байсары қойлары. Кезінде жұттардың, кісілердің малдарын аққа бағып осы жерде, кейін жерімізді турлап, қорамызды турлап, жәндендей акционерлік қоғам аққы дейді ғой, соқтан қаржылай қордан ақшалай алып, мал басын көбейткен жайымыз бар. Бірінші баста 3 миллион теңгемен бастадық, кейін 8 миллион, 12 миллион, 30 миллион деп ақша алып, қазіргі таңда таза қойымыздан уже 3000 басының үстінде малымыз бар. 4 түлік бағып отқан жайымыз бар. Кейін 2012-ден бастап осы жаңадан қазір 2023 жылы шыққан жаңа пародамыз, Байсар деген пародаға өзіміздің бағып отқан қойымызға атау беріп, соның шығуына бірден бір ат салысып, 2023 жылы Байсар деген жаңа пародамыз шықты. Ал жаңа пародамызды қалай шығардыңыз деген сұрақтар туындаса, Байсар парода ең бірінші Еділбай деген біздің брендовый қойымыз болған, оны бүкіл әлем мойындайды, бүкіл ел мойындайды. Соған қазақ қылшық қошқарын қосып, одан түскен қозыларға Тәжікстаннан Гисар қойларды әкеп қосып, одан түскен Ұрғаш төлдеріне Қырғызстаннан Арашан қойларын әкеп қосып, одан түскен қойларға өзіміздің міне Байсар деген қойымыз сонымен шығады барлығы. Қазіргі таңда 2023 жылда декабрь айында патент алдық. Осы Байсары қойының авторымыз. Қазіргі таңда Қазақстанда 5000-нің үстінде Байсары қойы бар. Көбеюде. Қожалық Бәйтерек холдингінің компаниялар тобындағы аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамның қолдауының арқасында дамыған. Шаруашылық басшысы корпорациядан бірнеше рет жеңілдетілген несие алу арқылы асыл тұқымды қой санын көбейткен және қажетті техникаларын сатып алып, ферманың жұмысын жетілдірген. Қазіргі таңда Нұрболат шаруа қожалығында 13 жанұялы отбасы жұмыс жасайды. Бәрін уақытылы айлықтар төленеді. Жатақхананың бәрі тегін, тамақтардың бәрі қаралған. Осындай осы алдарыңызда тұрған қойдан қазіргі баста 2000 үстінде аналық бас бар. Тоқты дейді, қошқар дейді, 3000 төңірегінде. Және осы жерде түйе дейді, 4 түлікпен қазағын бай болсын дейді ғой. Түйе шаруашылығымен, шұбат өндірумен айналысамыз. Одан кейін жылқы бар бізде.
әр адам өзінің негізі қызығатын жұмысын істесін дейді ғой. Мен үшін осы шаруашылық өте қатты ұнайды и қызығамын да осыған. Және осы бір шаруашылықтың арқасында өзім әулетіме, өзім отбасыма, өзімнің жанұяма бір дем беріп, бар жағынан әсер беріп жатқан жағдайымыз бар. Енді Қазақстанға келетін болсақ, осы Қазақстанда осындай жаңа тұқым шығарып, Қазақстанға ең мықты породаны шығарып, осыған үлес қосқанымыз үшін, осы породаның дамуына, осының жүруіне үлес қосып жүргеніміз үшін мың алғыс айтамыз.